Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай оңай әрі тез жасалынатын өте дәмді фаршталған картоп дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасаңыздар. Ол үшін орташа картошкаларды алып, ортасын бір бөліп, барлығының ішін осылай тазалап шығамыз. Яғни ішіне ұяшық үңгір жасаймыз. Картошкалар тазалап болғасын, ішіне дәмдеуіштер, тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. 5 минутқа қойып қоямыз. Енді фаршқа кірісеміз. Оған 2 орташа пияз, уақтап турап қосамыз. Тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, картопымыздың ішіне саламыз. Барлығын осылай салып шығамыз. Картоптарымызды протеинге салып, енді сұйықтық дайындаймыз. Ол үшін бір ас қасық қаймақ, кішкене тұз салып, және жылы су құйып араластырамыз. Енді картопымыздың үстіне құйып шығамыз. Яғни картопымыз күйіп кетпеу үшін. Соңында ірімшігімізді үстіне қойып, 180 градуста 40 минут пісіретін боламыз. Міне осындай ас дайын болды. Өте дәмді және жеңіл тамақтардың бірі. Жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.